Сәлем достар. Бүгін көптің сұрауы бойынша булочки рогалики жасаймыз. Өте дәмді әрі жұмсақ. Ол үшін біз сүтті алдын ала жылытып аламыз. Жылытылған сүтке 1 қасық шекер, дрож және де 5 ас қасық ұн саламыз. Дайын болған массаны жақсылап араластырып, 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз. Міне біздің массамыз дайын, оған шекер саламыз. Және де ерітілген май немесе маргарин салуға болады. Жақсылап араластырамыз. Кішкене тұз саламыз. Ванилин саламыз, 1,5 грамм жарайды. Жұмыртқамызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Одан кейін қалған ұнымызды толықтай салып, нан илейміз. Нанымыз жұмсақ болу үшін үстінен баспауымыз қажет, немесе қасықпен де илеуге болады. Ең соңында үстіне 1 ас қасық сұйық май салып, жақсылап илеп, 1 немесе 1,5 сағатқа бұқтырып қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын, шетінен үзіп алып, күлшелер жасаймыз. Оқтаумен дөңгелек қылып илеп, ішіне кез келген начинка салуға болады. Мысалға сгущенка немесе шоколадный пасталар салуға болады. Мен Қазақстан шоколадын пайдаландым. Бұл шоколадтар бізде ағып кетпейді, сол себептен жасай берсеңіздер болады. Видеода көріп тұрғаныңыздай кесіп, осындай фигура жасаймыз. Үстіне жұмыртқаның сарысы және де шекер салып, духовкаға 180 градусқа 25-30 минутқа салып қоямыз. Үстіне сахарный пудра сеуіп, дастарханға ұсынамыз. Осындай керемет, жұмсақ, дәмді булочкалар дайын болады. Егер ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сау болыңыздар, ас болсын.